Dostlar, kanalıma hoş geldinizler. Falş yarısını tort жинаймыз. Ішкі бөлігін жасанды гүлімізбен толтырып шығамыз. Сыртқы көрінісі әдемі көріну керек. Ішін гүлмен толтырғаннан кейін бетін жабамыз. Ең астыңғы бөлігіне қалың подложка қоямыз. Ортаңғы бөлігі ашық болғаны дұрыс. Подложкамыздың үстіне дайындап қойған ыдысымызды қойып, ортаңғы бөлігіне таяқшамызды өткіземіз. Өздеріңіздің қалауларыңызша торттарыңызды жинасаңыздар болады. Астыңғы бөлігіне 25 сантиметрлік тортымды дайындап алдым. Сыртын ганажбен қаптадым. Тортымыздың үстіндегі ашылып қалған жеріне ганажымызды жағамыз. Тортымыздың жан-жағына ағашымызды өлшеп алып бірдей етіп кесіп, 4-5 жерге қойып шығамыз. Бетін ганашпен жауып, үстіне тортымыздың екінші бөлігін қоямыз. Үстіңгі тортымыздың көлемі 18 сантиметр. Тортымыздың астындағы подложка астыңғы тортпен бірдей болу керек. Екіншіден салмағын көтере алатындай қалыңдау болуы қажет. Тортымыздың сыртқы бөлігін және де үстіңгі тортымыздың подложкасын толығымен ганажбен жауып шығамыз.
Tortumuzun sırtын kaplagan кезде шпателimizni chetinden тазалап отырып каптайтын боламыз. Tortumuzdu bir қалыпты етіп тегістеп алғаннан кейін холодильникке жарты сағаттай қоямыз. Tortumuzdu өздеріңіздің қалауларыңызша әрлейсіздер. Достар, видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.